Ассалаумағалейкум жекпе-жек сүйер қауым, қалайсыздар? Зерен бірге Азамат, және бүгін біз UFC туралы сөз қозғайтын боламыз. Хабибтің інісін құлатқан қазақ жауынгері осы аптада әлемнің үздік лигасындағы екінші жекпе-жегін өткізеді. Бекзат Алмахан үздік жауынгерлердің бірі, және өзіне қарсы шыққан қарсыластарының почти барлығын құлатып келеді. UFC-ге қолайсыз жағдайларда қосылғанына қарамастан, бүкіл әлемді дүркіретіп чемпион болады деген Хабибтің інісі Умар Нурмагомедовті құлатқан болатын. Бірақ өкінішке орай, аз уақыттың ішінде жекпе-жекке шыққасын жеңіліп қалған еді. Дегенмен, жарақаттарынан толық емделіп, UFC 315 турнирінде жекпе-жекке қайта оралып жатыр, және бұл жолы да қарсыласы осал емес. Екі рет қатардан UFC-дің арнайы The Ultimate Fighter шоуының жеңімпазы 15-4 рекордына ие жергілікті жауынгер Брэд Катона шығады. Айтпақшы, осы The Ultimate Fighter шоуында біздің Али Бедрис жекпе-жек өткізіп жатыр, және оның алғашқы сериялары 28 мамыр күні шығады. Сондықтан өткізіп алмас үшін біздің арнамызға және біздің Telegram арнамызға тіркелуді ұмытпаңыздар. Көбісінің ойынша Бекзат Алмахан сенімді жеңіске жетуі керек. Бірақ мен бұл оймен келісе алмаймын. Менің ойымша Бекзат қайтадан жеңіліп қалуы әбден мүмкін. Сондықтан бүгінгі видеомызда дәл осы тақырыпта әңгіме айтатын боламыз. Бекзаттың өзіне жарақатынан кейін қайта оралып жатқан күйіне және де қарсыласына да тоқталып кетеміз. Сонымен қатар, неге Бекзат Алмахан жеңіліп қалуы мүмкін деген сұраққа жауап беретін боламын. Ал бұл видео басталмас бұрын сіздерден сұрайтыным, міндетті түрде осы видеоға лайк басып, арнамызға тіркелуді ұмытпаңыздар. Сонымен қатар, 5 сөзден тұратын комментарий жазып кетсеңіздер болады. Мысалы, Бекзат Алмахан осы жекпе-жекте жеңіске жете ала ма? Менің ойымша жеңіске жетуі керек, бірақ қарсыласы оңай емес. Сондықтан дұрыс дайындалып, салқын қанды төбелессе, міндетті түрде ұтады. Ал сіздер бұл жайлы не ойлайсыздар? Өз ойларыңызды комментарийге жазып кетсеңіздер болады. Және де осы видеомен достарыңызбен бөлісіп, қазақ тіліндегі контентті бірге дамытайық. Жалпы, біздің арнамыздағы көрермендер саны түсіп кетті. Сол үшін сіздерден көмек сұрап отырмын. Алдын ала рахмет. Ал енді видеомызға көшейік. Кеттік. Өздеріңіз байқағандай, Азамат спорт арнасындағы видеолар Теннис XZ-тің көмегімен шығып жатыр. Біздің достарымыздың сайтында бар ыңғайлы функция жайлы айтып кетейін. Көптеген адамдар шетелде болып жатқан спорт түрлерін Қазақстанда қалай қарауға болады деген сұрақ қояды. Теннис XZ букмекерлік кеңсесіндегі достарымыз өздерінің сайтындағы керемет функцияны еске салып отыр. Себебі Теннис XZ-те 9 спорт түрінен тікелей эфирді қарауға болады. Мысалы, атақты Лионель Мессидің Интер Майами сапындағы MLS Лига кубогы және де CONCACAF чемпиондар кубогындағы ойындарын тамашалауға болады. Сонымен қатар, Теннис XZ футболдан Германия кубогы, Нидерландиялық Ередивизия, Турция кубогы, Польша чемпионаты және де Дания елінің кубогымен чемпионатын көрсетеді. Жалпы келе 20-дан астам турнир бар. Бұған қоса, Теннис XZ-тегі достарымыз теннистегі ATP сериясының барлық турнирін көрсетеді. Алдымызда Ролан Гаррос, Уимблдон және де US Open күтіп отыр. Бұдан бөлек баскетбол, хоккей, волейбол, снукер және де үстелдегі теннистің де трансляциялары бар. Төмендегі сілтеме арқылы өтіп, Теннис XZ-ке тіркелгесін толығырақ білуіңізге болады. Сонымен, Бекзат Канада елі Монреаль қаласында өтетін UFC 315 турнирінде жекпе-жек өткізеді. Оған қарсы жергілікті Брэд Катона шығады. Бұл жекпе-жек UFC 315 турнирін ашып, шамамен сағат 3:30-да болады. Сондықтан тікелей эфирді тегін қарағыларыңыз келсе, біздің Азамат спорт атты Telegram арнамызға тіркелсеңіздер болады. Сол жерде біз арнайы сіздер үшін тікелей эфирді ашамыз. Сондықтан төмендегі сілтеме арқылы өтіп тіркелсеңіздер болады. Ал енді Бекзат пен Катона жекпе-жегіне қайта оралсақ, мына қарсыласы осал емес. Өте тәжірибелі, жоғары сапалы және де жоғары IQ-мен төбелесетін жауынгер. Және соңғы кездесумен салыстырсақ, тек бір сатыға бола төмен файтер. Естеріңізге сала кетейін, Бекзат өткен жылы Умармен аз уақыт ішінде кездескен болатын. Ұтылғанына қарамастан, UFC матчмейкері Бекзатқа рахметін айтып, келесі қарсыласы әлдеқайда төмен болады деген еді. Яғни сонша мықты емес, осалдау біреуді береміз деген болатын. Бірақ мынадай қарсыласты беріп отыр, бұл айтқанда мына қарсыласы қандай мықты. Және бұған түсінік бар. Естеріңізге салайын, Бекзат өткен жылы Умар Нурмагомедовпен аз уақыт ішінде кездескен болатын. Ұтылғанына қарамастан, UFC матчмейкерлері Бекзатқа рахметін айтып, келесі қарсыласы әлдеқайда төмен болады деген еді. Яғни сонша мықты емес, осалдау біреуді береміз деген болатын. Бірақ мынадай қарсыласты беріп отыр. Және бұған түсінік бар. Себебі Бекзат анау жекпе-жектен кейін ауыр жарақат алып, ұзақ уақыт бойы өзіне келе алмай жүрді. Дәлірек айтсақ, жарақатында тізесінің сіңірі жыртылған болатын. Соның кесірінен бір жыл
жылдан көп уақыт бойы жекпе-жексіз отырып қалды. Және оның менеджері Нұрадин Садықовтың айтуы бойынша Бекзат шамамен қарағанда өткен жылдың желтоқсан немесе де осы жылдың қаңтар айларында жекпе-жек өткізуге дайын болған. Бірақ бұл жолы UFC матчмейкерлері жекпе-жек беріп, Бекзатты тезірек шық деп ешқандай әңгіме айтпаған болатын. Соның кесірінен келіссөздер ұзаққа созылып кетті. Және де көп ұзақ уақыт бойы сұрай беріп, біз дайынбыз, жекпе-жек бар ма, дайынбыз, беріңдер, кім бар, кез келгенімен, любоймен төбелесеміз деп жүргенде UFC матчмейкерлері барды да деп бере салды, мынандай мықты қарсыласпен жекпе-жек қабылдауға біздің Бекзат мәжбүр болып отыр. Кейбіреулері келіспеуі мүмкін, неге сонша мықты қарсыласпен жекпе-жек өткізіп жатыр, бұдан да оңайырақ біреуді таңдауға болатын еді деп. Бірақ бұл жерде жағдай мынадай. Сен ұзақ уақыт бойы жаңа айтып кеткенімдей, UFC матчмейкерлерінен жекпе-жек сұрап жүресің, дайынбыз, кез келгенін беріңдер, любоймен шығамыз деп жүргенде, деп саған бергенде, бұдан бас тарта салсаң, ары қарай сен тағы бір жыл бойы жекпе-жексіз отырып қалуың мүмкін. Сондықтан осындай тәуекелге барып, мынадай осал емес, мықты қарсыласпен жекпе-жек өткізуге біздің Бекзат мәжбүр болып отыр. Және де барлығымыз қолымызды жайып, Бекзаттың жеңіске жетуін тілеп, тақымымызды қысып отырайық. Осы жекпе-жек жария болғасын, Бекзат өзінің менеджері Нұрадин Садықов пен қасындағы командаласы UFC жауынгері Азат Мақсуммен бірге Майамидегі ATT, яғни American Top Team залында дайындалған болатын. Және де менің ойымша бұл таңдау толығымен дұрыс болды. Неге? Себебі ATT залында, яғни American Top Team залында неше түрлі өзіне ыңғайлы, өзіне керек спарринг партнерларды табуға болады. Сөзсіз бұдан басқа Alpha Male деген зал бар, Калифорнияда орналасқан. Сонымен қатар Ново Няо деген арнайы осы мұқаштарға, яғни жеңіл салмақтарда төбелесетін жауынгерлер үшін мықты залдар бар. Бірақ дәл осы American Top Team залы менің ойымша Бекзат үшін керемет келуі мүмкін. Неге? Себебі ол жерде біз ұзақ уақыт бойы басқа подкасттарымызда, неше түрлі видеоларымыз айтқанымыздай, Маркус Парумпа деген бас бапкер бар. Бұл маман былай айтқанда MMA күресіне толығымен дайын, және MMA күресін дайындап беріп, қарсысына қарсы геймплан құрып бере алады. Себебі Бекзатқа қарсы шығатын Брэд Катона күреске толығымен жатып алған жауынгер. Сондықтан менің ойымша осы жекпе-жекте шешуші фактор дәл осы Парумпа болады. Және де Бекзаттың Парумпамен дайындалғаны 100% дұрыс. Және осы Парумпа Бекзаттың бұрышында да болады. Сондықтан менің ойымша барлығы жақсы болып, Бекзат жеңіске жетуі керек. Бекзат қазіргі сәтте Монреаль қаласында, бұған 2 апта емес, 1 апта бұрын кетіп қалған болатын. Жекпе-жекке 2 апта қалғанда, және де сол жердегі акклиматизацияны өтіп, жергілікті ауа райына үйреніп алып, ары қарай былай айтқанда өзінің жақсы күйінде жекпе-жекке шығуға дайын отыр. Қазір Азат Мақсум қасында Нұрадин Садықов ағамыз барған болатын. Және де осы ертең, яғни бүгін ертең арғыны Маркус Парумпа да баруы керек. Сондықтан барлығы жақсы болып, Бекзат осы жекпе-жекке жақсы күйде шығатын шығар деген ойдамыз. Ал енді Бекзаттың қарсыласына көшетін болсақ, Брэд жергілікті жауынгері. Бірақ ұзақ уақыт бойы Ирландиядағы Конор Макгрегордың SBG залында дайындалып келеді. Конордың бапкері Джон Кавананың шәкірті. Өзінің жекпе-жек базасын таза страйкинг, яғни соққы тастайтын спорт түрлерінен бастағанына қарамастан, бірден күрес маманына айналып, жекпе-жектерінің басым бөлігін дәл осы күресте өткізеді. Бұған себеп болған жоғарыда айтып кеткенімдей бапкері Джон Кавана. Себебі Кавананың өзі джиу-джитсу маманы. Сондықтан барлық шәкіртіне партерде жекпе-жек өткізулеріне белдерін буады. Ең қызығы, өзі күрес маманы болғанына қарамастан, Конорға ұзақ уақыт бойы күрес қоя алмай жүр. Бәлкім сонша мықты күрес маманы емес шығар. Think about it. Катонаның жекпе-жек өнеріне келетін болсақ, қандай да бір мықты тұсы жоқ. Соққы тастау, аяқта тұрып күресу және де партердегі грэпплинг орта дәрежеде. Бірақ өзінің тәжірибесімен жекпе-жектің IQ-ның арқасында бірнеше мықты жеңістерге қол жеткізіп жүр. Және бұлай мансабына көңіл бөлетін болсақ, басында мықты жеңіс сериясымен келе жатты. Кейін осы жергілікті солтүстік Америкадағы және Канададағы лигаларда жеңіске жетіп, UFC-дің Ultimate Fighter деген арнайы шоуына алғаш рет шақырту алып, сол жерде керемет жеңіске жеткен болатын. Сөйтіп UFC-мен келісімшартқа қол жеткізді, бірақ оған қарамастан бірден Мираб Двалишвили деген пойыздың астына қалып қойып жеңіліс тапқан болатын. Кейін тағы да бір жеңіліп, осы UFC лигасынан, әлемнің үздік лигасынан қуылған болатын. Осыдан соң мына біздің қазақ жауынгерлерінің көптеген мықты айтқанда спортшылары өнер көрсетіп жүрген Brave лигасына қосылып, сол жерде 4 жекпе-жек өткізді. Соның екеуін жеңіп чемпионат
атанған болатын, және де былай айтқанда жай ғана қарсыластар емес, мықты күреске жатып алған дағыстандықтар орыстармен жекпе-жек өткізіп, былай айтқанда 5 минуттық жекпе-жектер өткізіп, 5 бар ғой, 5-5 дейді ғой, 25 минут бойы керемет жекпе-жектер өткізіп, күрестің арқасында жеңіске жетіп жүрген болатын. Және ең қызығы, кезінде осы Бред Катона біздің Қазақстанға келіп кеткен болатын, қателеспесем Brave 105 деген турнирінде. Сол жерде біздің Асу Алманбаев өнер көрсетті, Василий Тахта өнер көрсеткен болатын, және қателеспесем Азат Мақсумда осы Brave турнирінде жекпе-жек өткізді. Дәл осы Brave лигасына чемпион атанғаннан кейін арнайы UFC-дің The Ultimate Fighter реалити шоуына екінші рет шақырту алған болатын. Бұл жолы Майкл Чендлер мен Конор Макгрегор бапкерлері болатын, және ең қызығы басында өзінің командаластары, өзінің бапкері Конор Макгрегор мен Джон Кавананың командасында болудың орнына керісінше Майкл Чендлердің командасында болатын. Және осы сезонның барысында неше түрлі өзгерістер болады. Соның бірінде осы Катона мен Тимур Валиевті алмастырып алған болатын. Сол кезде Катона Конор Макгрегорның командасына қосылып, финалға дейін барып, жеңіске жеткен болатын. Соның арқасында дәл осы UFC лигасына қайтадан қосылған болатын. Және тарихта алғаш рет екі дүркін The Ultimate Fighter реалити шоуының жеңімпазы болған еді. Ең қызығы, бұған дейін осы шоуларда Тони Фергюсон, Нейт Диас, Брэндон Морено деген мықты жауынгерлер өнер көрсетті. Бірақ оған қарамастан дәл осы Бред Катона тарихта алғашқы болып екі дүркін The Ultimate Fighter реалити шоуының жеңімпазы атанып отыр. Сөйтіп қайтадан UFC лигасына қайта оралған болатын. Осы UFC-де соңғы 4 жекпе-жегінде 2 рет жеңіліп, 2 рет жеңіске жеткен болатын. Және ең қызығы осы жеңілістері былай айтқанда проспектерге қарсы болатын, керемет жеңіс сериясында келе жатқан адамдарға қарсы. Сондықтан былай айтқанда Бекзаттың пайдасына тағы да бір себеп деп айтуға болады. Неге? Себебі проспектерге қарсы үлкен жеңіс сериясында келе жатқан, немесе де қандай да бір соққыларға ие, ауыр соққыларға ие, таза нокаут жерлерге қарсы дұрыс жекпе-жек өткізе алмайды. Бірақ бұл дегеніміз толығымен Бекзат жеңіске жетеді деген былай айтқанда себеп емес. Неге? Себебі Бекзатты білеміз, соққысы ауыр, керек болса күресе алады, күрестен қиналмай тұра алады. Бірақ мына жауынгері IQ-ы, былай айтқанда жекпе-жек IQ-ы тым жоғары дәрежеде. Және де өзінің күресінің арқасында анандай күрес болады ғой, қызық емес, партерде жатып алған, көрпе сияқты жатып алатын, тордың қасында ұстап тұратын күрестің арқасында осы Бред Катона жеңіске жетіп кетуі мүмкін. Және де бұның қолынан барлығы келеді. және ең қызығы, көптеген букмекерлік конторалар, эксперттер, мамандардың ойынша Бекзат үлкен фаворит болып отыр бұл жекпе-жекте. Неге? Үлкен сұрақ пайда болады. Бәлкім соңғы жекпе-жегінде Омармен кездескен кезде, былай айтқанда флеш нокдаун болды, бірақ соның өзіне де соққыны тигізіп, Омарды бүкіл мансабында былай айтқанда нокдаунға түсірген алғашқы адам Бекзат біздің. Соның кесірінен бәлкім оны үлкен фаворит қылып көрсетіп отырған шығар. Бірақ соның өзінде де Бред Катонаға қателеспесем 3 деген коэффициент беріліп отыр, ал Бекзатқа 1.40, 1.3 деген коэффициентте тұр. Сондықтан менің ойымша бұл дұрыс емес. Бред Катона бұл жекпе-жекте үлкен фаворит болып шығу керек. Себебі тәжірибелі жауынгер, осындай мықты соққыларға ие қарсыластарына құлағанына қарамастан мансабында ешқашан бірде-бір рет уақытынан бұрын жеңілмеген, яғни нокаутпен жеңілмеген. Бекзаттың соққысы ауыр, сондықтан бұл жекпе-жекте нокаут болады деп айту өте қиын. Және менің ойымша, жаңа айтқанымдай, Бред Катона қолынан келгенше күреске тартып, анандай күрес болады ғой, прагматичный, түсініксіз. Сен ойлайсың, күрестің әдемі түрлері бар. Аяққа өтесің, жатқызасың, ары қарай өзіне ыңғайлы позицияға шығасың, соққы тастайсың, сабмишнге немесе қылғындыру әдістеріне шығасың. Бірақ бұл жауынгерде мүлде ондай жоқ. Құлатады да жатып алады былай. Жатқанда да қисық жатқан болады ғой. Таза сөмке сияқты, рюкзак сияқты артта мініп алады, нені жауып тастайды, ыңғайсыз позицияларды жауып тастайды да қарсыластан тұруға мүмкіндік бермейді. Бірақ біздің Бекзат осындай мықты күрес шеберлеріне қарсы жақсы төбелесіп біледі. Оны біз жаңа айтқанымдай Омар Нұрмагомедовке қарсы көрген болатынбыз. Неге? Себебі біраз рет тейкдаун жасалды, қателеспесем 7-8 тейкдаун болатын, барлығы Омардың пайдасына. Және де құлатқаннан кейін Бекзат қиналмай тұрып кеткен сәттері де болды. Және де Омардың өзі айтқандай, Бекзаттың бір сәтте айтқаны бар: "Ей, күресіп шаршамадың ба? Тұрып төбелесейікші, дұрыстап адам құсап. Не ана күресе берген?" деген сияқты. Дәл осындай моменттер осы жекпе-жекте де, яғни сәттер осы жекпе-жектерде орын алуы мүмкін. Және ең қызығы, менің ойымша, бұл жекпе-жек қалай өтуі мүмкін деген сұрақ пайда болады. Менің ойымша, Бред Катона алғашқы секундтан, алғашқы минуттан бастап өзінің денесі, Катона қарасыңдар, денесі бой кішкентай, денесі шымыр, банка атылып жатыр да, анау менің ойымша қандай да бір соққы тастауға күші жоқ.
соның кесірінен күреске салып өзінің физикалық массасының арқасында бір нәрсе қылып шешіп кетуге тырысады. Және де осындай кезде, осы жерде біз басты осы жекпе-жек қалай өтуі мүмкін деген басты сұраққа жауап алуымыз мүмкін. Неге? Себебі Бред Катона қолынан келгенше қысым жасап, күресіп, былай айтқанда кетуіне, анда-мында қозғалуына ешқандай мүмкіндік бермеуі мүмкін. Бірақ менің ойымша бұл бұндай жекпе-жекті беріп, осындай былай айтқанда диктовать условия дейді ғой, сол осындай жекпе-жектің басын тізгінін беріп қойған, осындай Бред Катонаға беріп қойған дұрыс емес. Неге? Себебі бұған мысал ретінде Артем Резниковтың және тағы да бір қандай да бір неше түрлі күрес шеберлерінің соққы алмасатын, соққы тастайтын жауынгерлерге қарсы жекпе-жектерін еске алуымызға болады. Бірақ үлкен айқын мысал ретінде Артем Резников пен Эдуард Вартанянның жекпе-жегін қарауымызға болады. Себебі осы Эдуард Вартанян мен Артем Резниковтың жекпе-жегінде Эдуард соққы тастап, күресті қандай да бір үлкен күрес маманы емес, грэплер емес, бірақ соған қарамастан күрестен тұра алады. Және де Артем Резниковке қарсы шыққасын, айтпақшы, Артемде денесі банк атылып отыр ғой. Сол сияқты Бред Катонанікі дәл осындай ұқсас. Сондықтан Бекзат қолынан келгенше қысым жасап, қозғалуға ешқандай мүмкіндік бермей, былай айтқанда дышать не надо ему давать Бред Катонаға. Соның арқасында өзіне ыңғайлы темпті бере аласың, және де бұл темпті бұзып, ара қашықты бұзып, аяққа кіруге тырысқанның өзінде де бүкіл денең массасымен көтеріп, оны айналдырып құлатуыңа болады, немесе соққы тастап, неше түрлі ловушка деп атайды ғой, неше түрлі сәттерге, неше түрлі кездерге ұстап алуға болады. Сондықтан менің ойымша Бекзат Алмахан бұл жағынан дұрыс дайындалып шығып, ешқандай былай айтқанда ошибка дейді ғой, ешқандай ошибка жасамай, ешқандай қателіктер жасамай, өзінің бұған дейін қалай жекпе-жектер өткізді, дәл сол тәсілімен ары қарай осы Бред Катонаға қарсы төбелесіп, сенімді жеңіске жету керек. Бұл жекпе-жекте нокаут бола ма деген сұрақ пайда болса, менің ойымша бұл жекпе-жекте нокаут болмайды, және де егер нокаут болса, бұл мен үшін үлкен шок болады. Неге? Себебі осы Бред Катона жекпе-жектеріне біраз рет нокдаунға құлағанына қарамастан, былай қашып жүріп, былай құлайды. О, шошың. Міне мынау құлағандай, Катона біраз рет былай құлап нокдаунға құлағандарына қарамастан, өзінің шыдамдылығы мен төзімділігінің арқасында нокаут пен жеңілістерден қашып кеткен болатын. Сондықтан менің ойымша бұл жекпе-жек төрешілердің шешіміне дейін баруы мүмкін, бірақ соның өзінде де Бекзат Алмахан сенімді жеңіске жетеді. Неге? Себебі менің ойымша Бекзат Алмахан Дамир Исмагулов секілді таза дистанцияда өзінің боксына, немесе де аяқпен каратедегі тәсілдегідей аяқтарымен соққы тастап, дистанцияны ұстап жүріп, ара қашықты ұстап жүріп, перестрелевать етсе, сенімді жеңіске жетуі керек. Сондықтан менің ойымша Бекзат Алмахан сенімді жеңіске жетеді. Бірақ бұл үшін барлық факторлар оған керемет келіп, ешқандай қателік жасамай, жекпе-жекке 100% дайын болып, мына Бред Катонаны сенімді құлатып, жеңіске жетіп кетсе керемет болатын еді. Және менің ойымша нокдаун болады, бірақ соның өзінде де нокаутқа дейін бармайтын секілді. Сондықтан біздің Бекзат сенімді жеңіске жетеді деген ойдамыз, братан, давай, саған қатты сенеміз. Қатты сеніп отыр. Неге? Себебі бұған дейін қарасақ, үлкен жеңіліс сериясында келе жатырмыз да. Біздің Асу жеңіліп қалды, кеше Қошан жеңіліп қалды, оның артында неше түрлі жауынгерлер, ойбай деп сенген жауынгерлеріміз барлығы жеңіліп келе жатыр да. Сондықтан мынадай керемет жеңіс бүкіл қазақ жауынгерлеріне үлкен рух беріп, ары қарай таза жеңіс сериясын бастайды деп ойлаймын. Сондықтан Бекзат бауырым, біз саған сенеміз. Ал осымен біздің видео соңына дейін жетті. Жалпы Бекзаттың жекпе-жегі жайлы не ойлайсыздар? Кім жеңіске жетуі мүмкін? Міндетті түрде өз ойларыңызды комментарийге жазып кетсеңіздер болады. Сонымен қатар осы видеомен достарыңызбен бөлісіп, қазақ тіліндегі контентті бірге дамытайық. Және де жалпы осы видеоға лайк басып, комментарий жазып, ардамызға да тіркелуді ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге болған Азамат, сау саламатта көріскенше сау болыңыздар.